Сәлеметсіздер ме, менің құрметті көрермендерім, сүйікті көрермендерім, аса құрметті көрермендерім. Мен сіздерді өте жақсы көремін. Бүгін мен сіздермен қазір сабаққа кеткен жатырмын. Сол үшін тезек бір ыстық тамақты дайындап кетейін деп жатырмын. Ол үшін бірінші қамырымызды дайындап алайық. Қамырымыз әдеттегідей тұз бен судан ғана, ешқандай оқу-тоқуы жоқ. Қамырым наным дайын болды. Кішкене тындыруға қоя тұрамын. Менің көрермендерім, мен міне пісқан етті турадым бағанадан бері. Қолмен турадым. Енді бір картошка, бір сарымсақ, сосын жасыл сарымсақты қазір ұсақтап тураймын. Қытайлар ойнамай қалып ойнайды. Жұмысқа асығып жатқан жайымыз бар. Огородтың жасыл сарымсағы иісінің өзі қандай. Қарабұрышпен тұз әкеліп алып. Қарабұрыш қосамын. Тұз қосайын. Одан кейін міндетті түрде шемішке майын қосайын. Пістенің майы деп айтасыздар ма сіздер? Пісте. Жақсылап араластырамыз. Қамырым дайын болды. 4-ке бөліп алдым. Наны да міне примерно былай 4-ке бөліп аламыз. Безобид 4 жаймаға. Ал кеттік. Тез қамырды көйліп кетеміз. Өзімнің мастер-классым. Қамырларды бірін үстіне бірін қойып жаю. Білесіздер ғой, алдында да көріп тұрмын ғой сіздерге. Бір-біріне жабысқаған дейін. Қамырларды. Алғылай отырады. Тезді үлкейту әдісі. Бесін сабаққа кешіп қалған деймін. Қолы жеді.
Пикül. Қоя тұрамыз. Что там, братан? Что смешного? Маған нені алып келіп тұр. Кішкене май жағып жіберейік. Пістенің майынан. Дәмді болып сонда. Аса қатты шоқылдатпаймыз, қажет емес. Енді 4 бөлікке бөліп қойған. Нанымызды саламыз. Тоқы бұрата майлақ қойған мантуаркаға саламыз. Көрермендер, мен екіншісін жасадым. Тездетіп, жылдамдатып жасап жатырмыз. Өйткені сабаққа кету керек. Елдердің обедін жасап кету керек дегендей. Көрермендерім, міне осындай қалып кеткен пысқан еттеріңіз болса тастамай, ұсақ етіп турап, жуа қосып, сарымсақ қосып, көк сарымсақ қосып, осындай пісқақта мен буы бұрқыраған супер рулетик жасасаңыздар болады. Енді міне пысқан жерін қазір Тоқа братан өзі көреді. Міне қалай болып жатқаны міне өздеріңізді байқап отырған шығарсыздар. Наны қандай үліпілдеп, жұп-жұқа. Ең бастысы сіздер менің бір ғана қоңыраушамды басу арқылы маған үлкен көңіл күй сыйлайтындарыңызды ұмытпаңыздар. Әр қазағым жалғызым. Қазақ контентін қолдаңыздар, қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздермен біргемін. Әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Қазақ елі аман болсын. Қазақ елі бай қуатты болсын. Рухани бай болайық. Сау, саламатта болыңыздар.